бөлімшелері, мұғалімдер қатысып отыр. Онлайн вебинарда сыныптарды жаңа оқу жылына көшіру, журналды уақытылы жүргізу және әртүрлі туындайтын жұмыс барысында туындайтын проблемалық мәселелер қарастырамыз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте представиться. Меня зовут Жумабаева Асима Аскарбаевна. Являюсь руководителем отдела цифровизации и образовательной статистики областного инновационного методического центра. Поздравляю вас всех с новым учебным годом. Всем желаем успехов в работе. Сегодня мы совместно с компанией Кунделик проводим обучающий онлайн-вебинар по качественному заполнению системы. В работе вебинара принимают участие ответственные методисты отделов образования, ответственные специалисты за заполнение Кунделик, школьные администраторы и учителя школ в области. На онлайн-вебинаре будут рассмотрены разные вопросы по переходу классов на новый учебный год, по заполнению своевременного электронного журнала, выдача домашнего задания. Будут рассмотрены проблемные вопросы при работе с Кунделик. Мы готовы дать ответы на заданные вопросы. В конце вебинара можете задавать вопросы. Позвольте предоставить слово руководителю поддержки компании системы Кунделик Алие Аскаровне. Алия Аскаровна, вы здесь? Да, я здесь. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Искандерова Алия Аскаровна. Я работаю в компании Кунделик КЗ, руководителем службы поддержки. И сегодняшний вебинар для вас буду проводить я. В первую очередь хотелось бы поздравить вас также с грядущим, с началом нового учебного года, пожелать вам удачи, счастья. И главное, чтобы он начался и прошел успешно, как и предыдущий учебный год. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Искандерова Алия Аскарқызы. Күнделік КЗ компаниясының қолдау қызметінің жетекшісі боламын, және де бүгінгі вебинарды сіздер үшін мен өткіземін. Экран көрініп тұр ма, әріптестер? Көрінеді. Иә, көрініп тұр. Вебинар екі тілде өткізілетін болады, қазақша және орысша. Және де осы бастапқыда жаңа оқу жылы басталуымен мен сіздерге күнделік КЗ сайтында қандай іс-әрекеттерді жасау керектігі туралы айтып өтемін. Вебинар 40 минуттың ішінде өткізіледі. Ары қарай тағы да бір жарты сағатымыз болады. Сұрақтарды қою үшін сіздерге уақыт беріледі. Уважаемые коллеги, запись началась вебинара. Если видно экран, отлично. Вебинар будет проходить 40 минут на 2 языках. Далее у вас будет полчаса времени, чтобы задать все ваши вопросы. Вебинар будет проходить на тему начала учебного года и что нужно сделать в системе Кунделик КЗ, чтобы правильно и успешно его начать. Ал бастайық. Біріншіден, сіздердің жасайтын іс-әрекеттеріңіз, мен былайша біртіндеп айтып тұрамын, егер сіздерге ыңғайлы болса, сіздер оны жазып отырсаңыздар болады, болмаса мен записті, яғни осы записқа ссылканы жіберетін боламын, одан кейін барып сіздерге таратып береді оны. Ал енді бастайық. Бірінші сіздердің жасайтын іс-әрекеттеріңіз, бұл сіздердің мектептеріңізде 1 тамызға дейін мектептен құжатын алып кетіп, яғни мектептен кеткен балаларды шығару керек. Сіздер сыныптарды жаңа оқу жылына ауыстырасыздар, сондықтан оны ауыстырғанға дейін кетіп қалған балаларды шығару керек. Қазір мен сіздерге жолын көрсетейін. Ол үшін Күнделік КЗ сайтына админнің өзі кіреді, одан кейін борандық кілтке басып, мұнда тұрады 2022-23 оқу жылында ауыстырылмаған немесе таратылмаған сыныптар қалып қойды деп тұрады өзі. Яғни біздің сыныптарымыз жаңа оқу жылына ауысқан жоқ деген сөз. Бірақ мен жаңа айтқандай, біріншіден кетіп қалған балаларды шығарамыз. Ол үшін сыныптар тізімі осы екі көрсеткіш арқылы 2022-23 оқу жылына өтеміз. Одан кейін өздеріңізге қажетті сыныпты таңдаймыз.
сыныпты таңдағаннан кейін ішінде кетіп қалған оқушылары болуы керек. Ол үшін сыныпты таңдағаннан кейін оқушылар деп басамыз. Одан кейін оқушының аты жөнінің жанында кілтке басамыз. Сосын мектептен шығару деген батырманы басамыз. Оқудан шығару типі міндетті түрде нақты деген типін таңдау керек. Егер сіздер қате салдарынан деген типін таңдайтын болсаңыздар, онда ол бала өзінің тарихымен бірге кетіп қалады. Ал тарихтың ішіне бағалар кіреді, үй тапсырмалар, одан кейін сабақ тақырыптары және оның логин паролі. Ертең сіздер осы оқушының табелін шығара алмайтын боласыз, егер қате салдарынан шығаратын болсаңыздар осы оқушыны. Сондықтан кетіп қалған оқушыларды міндетті түрде нақты деген типімен шығарамыз. Әрі қарай мүшеліктің аяқталу күні 1 тамызға дейін орнатуымыз керек міндетті түрде. Себебі біз осы оқушыны өткен оқу жылымен шығарып жатырмыз. Яғни өткен оқу жылында қандай сынып болды, сол сыныптан шығару үшін 1 тамызға дейін күнді қоюымыз қажет. Шығу себебін, егер оқушы басқа мектепке кетіп қалатын болса, онда басқа күндізгі жалпы білім беру мекемелеріне деп таңдауыңыз қажет. Басқа бір себеп болса, онда осы себепті осы жерден тапсаңыздар болады. Барлық себептер бар. Әрі қарай бұйрықтың номері, бұйрықтың шығу күні. Бұйрықтың шығу күні басқа күн болуы мүмкін. Яғни мүшеліктің аяқталу күні бұл 1 күн, ал бұйрықтың шығу күні бұл басқа күн. Мысалы, бұйрық ертерек шығуы мүмкін, немесе одан кеш шығып қалуы мүмкін. Сондықтан 2 түрлі күнді қоюға болады. Бұйрықтың типі БМ шығару туралы, шығу туралы бұйрық дегеніміз бала өз еркімен құжатты алып кетіп, мектептен шықты. Білім беру мекемесінің шығару туралы бұйрық бұл егер оқушы оқуды толығымен аяқтаса, мысалы 11-ші сынып болса, немесе баланы әртүрлі бір себеппен мектептен шығарды. Ауысуға байланысты оқу орнынан шығару туралы бұйрық, ол егер бала мысалы көшіп кетсе, басқа облысқа, басқа ауданға. Біз шығу туралы бұйрықты таңдаймыз. Бітіріп алайық па? Основной сабақтарыңызды жасап бір қарап алыңыздар бірдей қылып. Микрофонды өшіріп қойыңыздар. Өтініш, микрофонды өшіріп отырыңыздар, әріптестер. Әрі қарай жалғастырайын. Егер бұл 11 оқитын немесе 9 оқитын оқушы болса, онда білім туралы құжатты да енгізуге болады. Яғни аттестат. Жалпы орта білім, негізгі орта білім, алтын белгі болса, осының барлығын қоюға болады. Біз оны қоймаймыз. Әрі қарай растаймыз, шығару. Яғни біз оқушыларды осылайша осы жолмен кетіп қалған оқушыларды біз шығарамыз. Олардың барлығын шығарғаннан кейін сіздер сыныптарды ауыстыру процедурасына өтесіздер. Мен қазір осы ақпаратты орысша қайталап өтейін. Уважаемые коллеги, первое, к чему вам стоит приступить при работе с Кунделик КЗ на начало учебного года, это исключить выбывших детей. Исключить выбывших детей нужно сначала до перевода классов. В противном случае они у вас будут исключены из нового класса. Например, на экране вы видите 3-й Z-класс. И если вы не исключите выбывших из 3-го класса детей, а класс переведете в будущий учебный год, тогда исключение будет из 4-го класса, а по документам учащийся должен будет выбыть из 3-го класса. Поэтому сначала вы выбываете детей, которые ушли из школы в летнее время. Для этого мы переходим в образование. Да, слушаю. Извините, у вас демонстрация экрана сейчас включена? Да. У нас нету отображения. Так, я сейчас прерву. Қосылып Теперь подключила еще раз. Посмотрите, пожалуйста. Вот, теперь экрана Көрініп тұр, да? Все хорошо. Разрешите вопрос? Да. Вот мы будем указывать детей, которые выбыли в течение летний период. Мы их, если убираем до 1 августа. А что делать с детьми, которые уходят прямо в августе? Это я тоже сейчас расскажу. Как раз мы к этому это подойдем. позже, да? Да, я сейчас скажу именно вот в рамках этой темы, которую мы вопросы сейчас в конце, обсуждаем. коллеги. Угу.
Вот, я продолжу. Сначала нужно выбрать детей, которые выбыли до августа месяца, то есть выбыли из предыдущего класса. Это ключевой момент. То есть учащийся может выбыть также и в августе, но и из предыдущего класса. Тогда вам нужно будет его выбыть следующим образом. Переходите в раздел администрирования, список классов. Опять нажимаете на стрелку. С помощью этой стрелки можно переключаться между годами. Вот все наши классы прошлых учебных годов. Переходим в класс ученики. Далее нажимаем на гаечный ключ рядом с учеником и нажимаем на кнопку «Исключить из школы». Тип исключения нужно обязательно выбирать действительный. Если вы выберете вследствие ошибки, ну, то есть думая, что вы, например, не вовремя его исключаете, поэтому я выберу вследствие ошибки, так делать не надо, иначе вся история этого ученика будет, ну, то есть она пропадет. Если вам нужно будет вытащить его табель потом с оценками, вы не сможете этого сделать. Поэтому тип всегда выбирайте действительный. Дата окончания членства – это дата окончания обучения учащегося в классе. Так как у нас в системе все завязано на даты, нужно указывать срок до 1 августа. И как недавно мужчина задал вопрос, что делать, если ребенок выбывает, например, в августе, хоть и из предыдущего класса. Вы указываете дату окончания членства 31 июля, указываете условно номер приказа, но при этом дату вы указываете август месяц, когда учащийся, то есть по факту забрал документы и был приказ о выбытии из школы. Вот, например, 28 августа, сегодняшний день. Причина выбытия мы здесь указываем уже в другие дневные общеобразовательные учреждения. Это, к примеру, если учащийся переходит в другую школу. Если же учащийся, получается, заканчивает школу, вы указываете галочку «Выдан документ об образовании», тип документа, аттестат, алтенгельга и так далее. Все, что нужно, здесь нужно будет указать. Тип приказа мы указываем приказ о выпуске, о выбытии и об отчислении в связи с переводом. Тут мы выбираем приказ о выпуске из ООО. Нажимаем «Далее». Подтверждаем. Таким образом, мы должны сначала исключить выбывших детей, потом только перевести классы. Я, наверное, еще раз повторяюсь, да? Вот. Следующий наш шаг – это работа с классами. С классами мы работаем в зависимости от их параллелей, то есть какой класс, он по-разному уже переводится. Переходим в список классов. Смотрите, коллеги, первые классы мы создаем, новый класс. Вот здесь нажимаем плюс. Первый, либо если есть нулевые в вашей школе, тогда вы ставите нулевые классы, а нулевые классы прошлого года переводите, точнее выпускаете и тоже первые классы создаете в новом учебном году. Здесь создание нового класса указываете там первый А-класс, выбираете смену, тип класса выбираете общеобразовательный, коррекционный, выбирается на случай, если в классе учатся особенные дети, то есть полностью. Далее язык обучения. Выбираем параллель. Параллель – это год обучения. То есть если первый класс, первая параллель должна быть. Выпускной класс, галочка должна стоять только в 9 и в 11 классах. Здесь мы не ставим. Вид журнала обязательно выбираем журнал критериального оценивания. Отчетный период, расписание звонков пока можно не выбирать. Либо мы сначала создаем расписание звонков, отчетный период, после этого вы сможете их выбирать. Нумерация уроков, если нулевые уроки есть, то их обязательно выбираем. Нажимаем «Создать». И далее уже в этот первый А-класс мы добавляем учеников стандартным путем, либо существующий, либо новый профиль. Если нужно будет, я вам покажу. Первый А-класс успешно создан. Смотрите, первые классы, нулевые классы создаем. Потом вторые, 8 и 10 классы переводим в новый учебный год. То есть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 классы мы переводим в новый учебный год. Для этого выбираем класс. Затем нажимаем на кнопку «Перевести в 23-24 учебный год». Вот здесь выйдет тип перевода «Весь класс», либо же ученики выборочно. Сначала, так как мы отчислили выбывших детей, мы тут уже выбираем «Весь класс». Нажимаем «Далее».
Новое имя класса. Вот старое название класса, 2 Дон. Тут мы уже выбираем третий, например, там Д. То есть, если у вас был второй Б, у вас будет третий Б. То есть, новое имя класса вы указываете. Параллель уже стоит автоматически. Номер и дата приказа – это приказ о переводе классов в новый учебный год. Вот. Приказ о переводе учеников в следующий класс в конце года. Если это создание нового класса, и, например, с 0 по 1, либо же с 8 в 9 вы детей переводите, тогда будет приказ о формировании классов, то есть вы выпустили детей, потом их зачислили обратно в школу. Нажимаете «Далее». Подтверждение, перевести. Таким образом, класс мы перевели в новый учебный год вместе с детьми. Создавать новые классы не нужно. То есть 2-8 и 10 классы вот таким путем мы переводим. Теперь следующее – это переведенный класс, вот так уже черным цветом будет отображаться. Теперь следующее. Если это, допустим, 9 класс, давайте я так поставлю. Что делать с 9-11 классами? Вот мы перешли в предыдущий учебный год. У нас есть 9 класс. Если вот здесь нет кнопки «Выпустить класс», то вы заходите в «Редактировать», вы здесь указываете «Выпускной класс» и сохраняете. Когда перейдете обратно в обзор, вкладку, вот здесь уже секунду. Когда вы перейдете в обзор, вот тут уже появится кнопка «Выпустить класс». Это очень частый вопрос. Школы обращаются, не могут выпустить класс. Им приходится переводить класс. Просто вы зайдите в редактирование и выберите «Выпускной класс». Тогда здесь кнопка появится. Далее, 9 класс мы должны выпустить всех детей, указать их аттестаты, потом создать новый 10 класс и туда зачислить детей, которые остаются в 10 классе из архива. Нажимаем на кнопку «Выпустить класс». Далее указываем дату выпуска. По приказу. Дата приказа, например, сегодняшний день. Тип приказа. Приказ о выпуске из ООО. Далее, тип документа. Здесь указываем аттестат об общем среднем образовании, отличие общем среднем, основном среднем образовании. Как вы знаете, выбираем здесь уже об общем среднем образовании. Если же есть отличники, либо же есть Алтенбильга, тут, соответственно, выбираем соответствующий аттестат для каждого из учащегося, в зависимости от того, какой аттестат он получает. Далее. Серия, вот если вы видели на аттестате, там есть такие 3 буквы ЖОП или же НОП. ЖОП – это жалпы орта білім, НОП – это негізгі орта білім. Негізгі – это 1-9 классы, ЖОП – это 1-11 классы, поэтому здесь мы выбираем НОП. И прям буквами прописываем. Можно маленькими, можно большими буквами. И дальше уже можно вот так скопировать. Копировать и поставить. Далее указываем номер аттестата. На каждом аттестате есть свой индивидуальный номер. Мы уже указываем его. То есть я сейчас, коллеги, вношу тестовую информацию, не обращайте внимания на цифры, потому что они как бы не настоящие. Регистрационный номер. Эта информация указана. Вот есть аттестат, наверху указан номер, серия, а внизу уже стоит регистрационный номер. Он, по-моему, из 6 цифр состоит. Дальше номер записи в книге учета. Это книга, которую ведет каждая школа. Каждый аттестат записывается под определенным номером. Этот номер нужно вносить. Полностью вот это все сразу же заполняете. У 9-классников нажимаете на кнопку «Выпуск». Класс успешно выпущен. Выпущенный класс вот таким вот отображается серым цветом. Теперь нам нужно вернуть детей, которые будут учиться в вашей школе в 10 классе. Для этого переходим в настоящий учебный год, 23-24, нажимаем «плюс», указываем класс, тип класса, параллель. Тут уже выпускной класс мы не делаем. Если бы это был 11, тогда бы указывали.
класс успешно создан. Теперь мы должны сюда зачислить детей, которых мы выбыли. Заходим в администрирование, список людей, архив, вот здесь вот, и выбираем ученики, так просто проще. Теперь находим учащегося и нажимаем на его имя, фамилию. Если нужен открепительный талон, он вот здесь находится. В разделе «Архив» после выбытия ученика вы сможете вытащить открепительный талон. Если же он не нужен, нажимаете «Восстановить». Выбираем уже этот учебный год, наш новый 10 А-класс. Тип уже выбираем действительный. Дата уже будет дата с августа месяца. То есть мы можем выбрать там с 1 августа зачисления и так далее. Если даты разнятся, например, приказ был в июле месяце, хорошо, вы указываете уже июль месяц. Это тоже вариант. Например, 27 июня. Номер приказа. Тип приказа. Приказ о зачислении в ООО, то есть в образовательную организацию. Нажимаем «Далее». Учащийся успешно восстановлен, то есть зачислен ваш новый 10 класс. Таким образом, вы делаете это для каждого учащегося точечно. Также есть возможность массово перевести классы. Если вы очень большая школа и у вас очень много классов, те классы, о которых я говорила, это 2-8 и 10 классы, вы можете перевести массово. Нажимаете вот здесь, вот стоят кнопки. Это массовая работа с классами, с переводы, выпуски, архивация. Нажимаем «Перевод». Он может немножко дольше грузиться, потому что он собирает все данные, собирает всю информацию. Пока он грузится, я покажу вам работу с 11 классом. Здесь уже будет то же самое, что и с 9 классом, но просто разница в том, что вы восстанавливать детей не будете. Переводите 10 в 11 класс, нажимаете «Выпустить класс». Здесь уже указываете дату выпуска, приказ, номер, тип приказа, данные, документы об аттестате, и тут вы уже выбираете общее среднее образование, а в 9 классах основное среднее образование. Вот у нас загрузилось массовый перевод классов. Вы можете вот здесь, вот где рядом с параллелью, нажать на карандаш, и все первые классы будут выбраны. Вот так вот. Если у вас очень много классов, вы можете сделать это массово. Либо же выбрать точечно. Например, я выбираю вот этот класс, детей, переходящих там нет. Переводится в это вот новое название класса. Если нужно поставить выпускной, ставим выпускной. Далее спускаемся вниз и указываем, по какому приказу на случай, если это один приказ. Указываем приказ, дату приказа, тип приказа. То есть вы выберете все свои классы, сейчас с интернетом небольшая проблема, очень долго грузится, вот, и тем самым вы просто переведете массово сразу же несколько классов, чтобы не делать это вручную. А по 11 классам, то есть смотрите, первые нулевые классы вы создаете, 2, 8 и 10 переводите в Новый год, 9 и 11 выпускаете, потом 10 классы создаете тоже и зачисляете туда детей. Вот. Продублирую информацию на казахском языке, құрметті әріптестер, енді сыныптармен жұмыс жасау процесіне өтейік. Мен сіздерге жаңағыдай жалпы барлық сыныптар бойынша олардың ауыстыру типтері әртүрлі болады. Олармен жұмыс жасау үшін сіздер мектеп, одан кейін әкімшілік етуге өтуіңіз қажет. Сыныптар тізімі. Осында екі көрсеткіш тұрады. Көрсеткіш дегеніміз ол стрелка. Және өткен оқу жылмен сіздер жылына сіздер 22-23-ке өте алатын боласыздар. Біріншіден бірінші сыныптан бастайық. Бірінші және 0-дік сыныптар бар болса, 10-шы сыныптар. Онда сіздер биылғы оқу жылында жаңадан сыныпты жасауыңыз қажет. Ол үшін сыныптарға өткен кезде плюс деген батырмасына басасыздар.
Ары қарай сыныптың коды бұл сыныптың өзінің атауы. Мысалы, 1-ді. Мұнда жаңағыдай шрифтпен, андай қатты шрифтпен жазылғандар міндетті түрде толтырылады. Қарапайым шрифтпен жазылған, оларды толтыру андай міндет, ондай талап жоқ. Сондықтан мен осы жолдарды қалдырып жатырмын. Сыныптың типі жалпы білім беру. Оқу тілі қазақша деп қояйық. Параллель бұл оқу жылы, яғни біз бірінші параллельді таңдаймыз. Түлектер сыныбы деген құс белгісі ол тек қана 9-шы және 11-шы сыныптарға таңдалады. Және 0-шы сыныптарға, егер ол бар болса мектебіңізде. Журналдың түрі жиынтық бағалау журналы міндетті түрде қоямыз. Одан кейін есептік кезең және қоңыраулар кестесін егер бұрыннан жасалған бар болса, онда соны таңдаймыз. Болмаса, онда біз қазір оны жасап көрсетейін сіздерге. Сабақтардың белгіленуі бұл кестеде сабақтардың 0-дік номерлерін өшіру деп басуларыңыз қажет, егер 0-шы сыныптар сіздердің мектептеріңізде болмаса. Егер 0-дік сыныптарыңыз бар болса, онда төбедегісін таңдайсыздар. Сынып жетекшісі. Оның осы сыныппен жұмысты бастау күнін қоясыздар. Жасау. Осылайша 1-ді сыныбы қосылды. Оның ішіне одан кейін бар оқушыларды біртіндеп қосамыз. Сыныпқа қосу батырмасы арқылы, яғни жаңа тұлға, немесе жүйеде бар пайдаланушы деп қосуға болады. Немесе импортпен бір файлды толтырып, файлдың ішіне балаларды импорт арқылы жазсаңыздар, қоссаңыздар болады. Әрі қарай 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6, 7, 8 және 10-ші сыныптарда жаңа оқу жылына ауыстыру батырмасы арқылы жаңа оқу жылына ауыстырамыз. Ол үшін, мысалы, 2-ші сыныпқа өтеміз. Одан кейін осына тұрған 2023-24 оқу жылына ауыстыру деген батырманы басамыз. Ауыстыру типі 2 типі тұрады. Жалпы сынып және таңдалған оқушылар. Жалпы сынып дегеніміз ол жаппай бір сыныпта 10 адам болса, 10 адам көшіп кетеді жаңа оқу жылына, сыныппен бірге. Таңдалған болса, онда тек қана 8 баланы ғана ауыстырамыз. Бірақ одан алдын мен сіздерге айтқандай, біріншіден шығып кеткен балаларды сіздер шығарасыздар мектептен, әрбір сыныптан, одан кейін бар сыныптарды жаңа оқу жылына ауыстырасыз. Сол үшін біз жалпы сынып деп таңдап, әрі қарай дейміз. Сыныптың жаңа атауы, мысалы, біздің бұрынғы атауымыз 2К. 3К деп қояйық. Параллель автоматты түрде тұрады. Бұйрықтың номері, күні, бұйрықтың типі, оқушыларды жыл соңына келесі сыныпқа көшіру туралы бұйрықты таңдаймыз. Әрі қарай растау. Барлығын растап болғаннан кейін сыныбымыз, 3К сыныбымыз оқушылармен бірге жаңа оқу жылына сәтті ауыстырылды. Яғни 2 мен 8 аралығындағы сыныптар және 10-шы сыныпты осылайша жаңа оқу жылына ауыстыруларыңыз қажет. Енді 9-шы сыныптармен не істейміз? 9-шы сыныптарды міндетті түрде бітіргізіп шығару керек. Бітіргізіп шығару дегеніміз ол выпуск класы, выпуск жасау керек, олардың аттестаттардың туралы деректерін енгізу үшін. Мен қазір былай қояйын. Кешіріңіз, сұрақ қойсам болады ма? Иә. Жаңағы мысалға оқушыларды шығармай, жаңа оқу жылына көшіріп жасау қате бола ма? Ол қате болып табылмайды, бірақ балаларды сіздер шығарған кезде, сіздер оны 10-шы сыныптан шығаратын боласыздар. Ал мысалы табелін және талон шығарған кезде, ол 10-шы сыныптан шыққандай болады да, бірақ 10-шы сыныптың оқуы әлі басталған жоқ қой. Сол үшін, мен айтқандай жаңа біріншіден 9-дан шығарып барып, сыныпта ауыстыра берсеңіздер болады жаңа оқу жылына. Басқа класста разница жоқ, айырмашылық жоқ. 2-3 класс. Енді 9-шы сыныптар туралы мен жалғастырайын, қазір мен айтып болайын, әріптестер. Енді 9-шы сыныбымыз түлектер сыныбы. Оны бітіргізіп шығаруымыз қажет. Бітіргізіп шығару батырмасы осында пайда болу үшін өңдеуге кіріп, мұнда тұрған құс белгісін таңдау керек. Түлектер сыныбы. Оны таңдағаннан кейін сақтайсыздар, сосын барып, мұнда сыныпты бітіргізіп шығару деген батырмасы өздігінен пайда болады. Енді сыныпты бітіргізіп шығару дегенді басайық.
Мұнда тұрған оқуды бітіру күні. Бұйрықтың номері, бұйрықтың шыққан күні, мысалы 28 тамыз деп қояйық. Мына күнді біз мысалы ретінде балалар қашан бітіріп кетті, ол мысалы маусым айын қояйық. Бұйрықтың типі білім беру шығу туралы бұйрық, шығару туралы бұйрық, шығу туралы бұйрықты таңдаймыз. Мұнда сіздердің балаларыңыздың толықтай тізімі тұрады. Енді әрбір оқушының 9-ды бітірген өздерінің аттестаттары беріледі. Сол аттестаттар туралы ақпаратты енгізу қажет. Әріптестер, сурет салмаңыздар. Барлығы запись болып жатыр ғой, қазір ютубта шығасыздар ғой. Сурет салмаңыздар, өтініш. Ары қарай, құжаттың типі жалпы орта білім, негізгі орта білім туралы аттестатты таңдаймыз. Сериясы НОП деп жазылады, яғни негізгі орта білім беру. Аттестаттың номері оның сериясының жанында тұрады, бір 6-7 саннан тұрады, қазір айта алмаймын. Тіркеу номері бұл аттестаттың астында жазылатын сандар. Есепке алу кітабындағы жазбаның номері, ол әрбір мектепте осы аттестатты жазатын бір кітабы бар. Және әрбір кітапта өзінің жолдары бар. Сол жолдың цифрасы тұрады ғой, номері. Сол номерін жазуыңыз қажет. Мысалы, 59-шы строкада тұр. Сол 59 деп жазуыңыз қажет. Әрі қарай бітіргізіп шығару. Яғни осылайша бітіргізіп шығарылған сыныптар осылайша сортүсті болып көрінеді. Енді біз балаларымызды толықтай шығардық, мектептен бітіргізіп шығардық, аттестаттың номерлерін барлығын жаздық. Енді онда қалатын балаларды бізге қайтадан қабылдау керек. Оны жасау үшін 23-24 оқу жылында плюс деген батырмаға басамыз. 10-шы сынып жалпы білім беру, параллель 10. Жасау. Сыныпты сәтті түрде жасадық 10-шы В сыныбын. Енді балаларды қалпына келтіру үшін әкімшілік етуге өтеміз. Одан кейін адамдар тізімі, мұрағат. Мұрағатта оқушылар деп таңдауға болады. Оқушыны таңдаймыз, қажетті оқушыны. Сосын барып қалпына келтіруді басамыз. Қалпына келтірген кезде оқушы 2023-24 және біз жасаған 10-шы В сыныбын таңдаймыз. Қалпына келтіру типі міндетті түрде нақты деп таңдауымыз қажет. Ары қарай мүшеліктің басталу күні, яғни бұл баланы біз қай күнмен 10-шы сыныпқа қабылдап жатырмыз. Көбінесе 1-ші қыркүйек деп таңдалады, немесе 31-ші тамыз айымен біз баланы қосамыз. Егер сіздер, мысалы, 15-ші қыркүйек деп қойып қалатын болсаңыздар, онда ол журналда 15-ден бастап қана пайда болады. Сондықтан міндетті түрде басталу күні 1-ші қыркүйек немесе 30-ші, 31-ші тамыз деп қоюларыңыз қажет. Әрі қарай, бұйрықтың номері, басталу күні, бұйрықтың типі білім беру мекемесіне қабылдау туралы бұйрық, әрі қарай және қалпына келтіріп оны растаймыз. Осылайша баланы қайтадан қалпына келтірдік 10-шы В сыныбына. Жаңағы сұрақтар қойылды 0-шы сынып бойынша. 0-шы сыныпта да сіздер бітіргізіп шығарасыздар, себебі ол сынып классикалық журналмен оны бітіргізіп шығарғаннан кейін жаңадан 1-ші сыныпты жасап, оны критериалды журнал деп таңдап, балаларды қабылдап шығасыздар. Аттестат туралы деректерді енгізбейсіздер, тек қана сыныпты бітіргізіп шығара саласыздар. Болды. Кешіріңіздер, бір сұрақ қойса бола ма? Иә. Мына жерде, мысалы үшін, жаңадан оқушыны кіргізген кезде, логин пароль беріледі ғой, әр оқушыға. Сол кезде қазақша әріптерді неге қабылдамайды, уже күнделік кезде генерировать етеді ғой логин пароль. Мысалы үшін, Нұр Әлібек десе, логин қойған кезде әсі түсіп қалады, Нұрлыбек болып кетіп қалады. Сол база әлі жетілдірілмеген ғой, осы қазақ латиницасы бойынша.
иә, ол бойынша қазақша әріптерді өкінішке орай ол әлі көрмейді, бірақ сондықтан логинде жаңағыдай қазақша әріптері олар қалып кетуі, жоқ болып кетуі мүмкін. Бірақ оқушы өзі күнделік кезет сайтына кірген кезде сол жерде оны өздігінше ауыстырса болады логинін. Ал пока осы уақытқа дейін ол әлі жасамаған ол нәрсесі. Ал жалғастырайық, әріптестер. Келесі біздің жасайтын қадамымыз бұл есептік кезеңдер. Есептік кезеңдер туралы сіздер барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Бұл 90-дардың басталу және аяқталу күндерін белгілеу, яғни даталары. Қазіргі таңда даталар біздің біліміміз бойынша олар белгілі, осы даталар, бірақ бұйрық әлі шықпады. Сондықтан бұйрық әлі шықпаған соң біз осы бұйрықты біріншіден күте тұрайық, бірақ жоспар бойынша даталар осы күндер болады. Енді есептік кезеңді жасайық, ол үшін әкімшілік етуге өтеміз. Одан кейін есептік кезеңді құру. Атауы, қараңыздар әріптестер, жыл сайын пайда болатын қателік мектептерде осы қателікпен соқтығыспас үшін есіңізде болсын, міндетті түрде 2 есептік кезең жасалады. 2 0-ші және 1-ші сыныптарға 1 бөлек, 2 мен 11 арасындағы класстарға 1 бөлек. Не үшін? Себебі 1-ші класстарда ақпан айында қосымша демалыс күндері бар. 3-ші тоқсанның ортасында 1 апта олар демалады. Егер сіздер барлық сыныптарыңызға 1 есептік кезеңді жасайтын болсаңыздар, ертең олардың сабақ кестесін жойып отыру керек болады. Ол дұрыс емес, сондықтан сіздер екеуін жасаңыздар. Сондықтан атауына бізге түсінікті атауды қоямыз. 1-ші сыныптар. Сыныптарға арналған деп қояйын, сыныптың параметрлеріне өткен кезде түсінікті болатындай етіп жасау керек. Типі міндетті түрде 90-дар, модульдер деп қоспаңыздар. Міндетті түрде 90-дар деп қою керек. Әрі қарай. Енді 90-дар, біз енді осы күндерді қойып шығамыз. 01. Бұл нақты даталар емес, бұл тест ретінде мен енгізіп тұрған өтіп кеткен оқу жылының даталары. Оларға назар аудармаңыздар, әріптестер. Бұл даталар дұрыс емес. Әрі қарай деп басқаннан кейін бізге мерекелік күндерді енгізуді сұрайды. Біз міндетті түрде ақпан айының қосымша балалардың демалыс күндері бізге белгілі болған соң, біз осы күндерді таңдап шығамыз. Олар 1 аптада демалады, 1 аптаның ішінде. Сондықтан біз осы 5 күнді мерекелік күн деп белгілеп, ары қарай жасаймыз. Жасау деп басу керек. Есептік кезеңнің сәтті жасалды. Мұны 1-ші сыныптарға арналған. Әрі қарай 1-ші сыныпқа өтіп, оны орнатайық. Сыныптар тізімі, 1-ші сыныбымыз. Өңдеу. Есептік кезең, мұны 1-ші сыныптарға арналған. Сақтау. Сосын кестеге өтейік. Мұны 1А. 3-ші тоқсан. Толық кезең бойынша кесте. Мұны біздің 5-ші аптамыз, яғни 5 мен 9 аралығы мерекелік күн деп тұр. Яғни 1-ші класстар олар демалыс күндері болады, сондықтан осы күндерге біз сабақ кестесін қоса алмайтын боламыз, және ешқандай түсініспеушілік болмайды. Мысалы, ата-ана, бала дегендей, және мұғалімдер де мысалы және кезеңді құру. Ары қарай кезеңді құру деп тағы да 1 рет басасыздар, және 2 мен 11 аралығында есептік кезеңді жасайсыздар. Сол жерде ешқандай мерекелік күнді белгілемейсіздер. Давай, коллеги, мы переходим к следующему разделу. Это работа с отчетными периодами. Чтобы перейти в отчетный период, нажимаем «Образование», переходим в «Администрирование», «Отчетные периоды». Отчетные периоды – это даты начала и конца ваших четвертей в будущем учебном году. Сау болыңыз, Ербол. Для того, чтобы создать отчетный период, нажимаем на «Создать период».
Далее указываем понятное для вас название. Оно нигде отображаться, выходить не будет. Оно будет понятно только вам. Обращаю ваше внимание, что очень важно, чтобы отчетных периодов было 2. Первый отчетный период для нулевых первых классов, второй отчетный период для остальных классов. Создадим для нулевых. Указала нулевые первые классы. Далее тип четверти. Модули выбирать нельзя для общеобразовательных школ, иначе журнал ваш не откроется. Обязательно выбирайте четверти. Нажимаем «Далее». И здесь указываем дату начала первой четверти, дату окончания второй четверти, третьей четверти и четвертой четверти. На эти даты, пожалуйста, не обращайте внимания. Они тестовые, они неправильные. Скоро выйдет приказ от Министерства просвещения. На те даты уже нужно будет смотреть. Нажимаем на кнопку «Далее». И так как это отчетный период для первых классов, в феврале месяце у них есть дополнительные каникулы у детей первых классов. Поэтому мы их указываем, эти дни, как праздничные дни. В феврале месяце, там они 1 неделю отдыхают. Нажимаем «Создать». Отчетный период успешно создан. Чтобы его прикрепить к классу, заходим в настройки класса, вот, редактировать. Здесь строка «Отчетный период», выбираем первые нулевые классы, сохранить. Дальше, когда мы зайдем в расписание нашего первого D-класса, нет, субботу и воскресенье не надо отмечать, там и так стоит уже. Когда заходим в расписание на весь период, тут мы уже увидим вот праздничные дни. То есть вы увидите, и вы уже в принципе не сможете туда добавлять какие-то уроки, чтобы завтра не было никакой путаницы, вы просто заранее подготовились. И на мониторинг это не повлияет. Если вы не укажете, на мониторинг это повлияет, и показатели будут ниже в ту неделю. Потом отдел образования будет звонить и уточнять, почему показатели ниже. Поэтому обезопасьте себя, лучше сразу же так сделайте. Следующая тема – это расписание звонков. Вот здесь вот также в блоке расписания находится. Переходите в раздел «Звонки». Если у вас уже было готовое расписание звонков, и ничего не поменялось, то новые создавать не надо. Просто оставляйте как есть. Если же новый нужно создать, нажимаете на плюс 0109 міндетті түрде кіреді. Ол сабақ оқу күні болып саналады. Указывайте далее название, например, расписание звонков первой смены. Нумерацию уроков начинать с первого, с нулевого урока. Зависит от того, как в вашей школе. То есть дальше тип расписания одинаковое на всю неделю выбираете. Выбираете уроки, которые будут точно проводиться, и указывайте начало. То есть там с 8 утра и так далее. Даты все полностью, точнее полностью время указываете. Когда указываете, например, первый урок, вот я для теста делаю, и вот конец первого урока. Пожалуйста, не забывайте, что между этим временем есть еще перемена. То есть не нужно сразу указывать 08:40, как будто второй урок начинается. Вы указываете 8:45, то есть между ними есть звонок. Вот. И также при прикреплении к классу вы заходите в класс, редактировать, и вот здесь вот расписание звонков прикрепляете. Если раньше был, то оставляйте как есть, ничего создавать не надо. Әріптестер, қазақ тілінде айтып өтейін, қоңырау кестесі бұрыннан сіздерде бар болса, онда сіздер қалдыра беріңіздер, ешқандай өзгеріссіз ол қалады, сол күйінде пайдаланып кете бересіздер. Қоңырау кестесіне өту үшін қайтадан әкімшілік ету параметрлеріне негізгі қоңыраулар кестесі бұрыннан бар екен бізде, мынау даталар тұр екен. Егер барлығы сол күйінде қалса және өзгеріссіз, онда жаңадан жасамай қойыңыздар. Егер жаңадан жасау қажет болса, онда мұнда тұрған плюс батырмасын басасыздар. Атауына мысалы бірінші ауысым, екінші ауысым деп қоюға болады. Мысалы таңертең сағат 8:48-де басталса, онда бірінші ауысым деп жазасыздар. Ары қарай сабақтардың белгіленуі, бірінші сабақтан бастау немесе нөлдік сабақтан жасау. Өзіңізге қажеттілігін таңдауларыңыз қажет. Қоңыраулар кестесінің типі толық апта үшін бірдей деп таңдау қажет. Ары қарай
сабақтардың мысалы максималды түрде 12 сабақты қосуға болады. Жалпы бірінші ауысымда максималды түрде 7 сабақтай. Сондықтан қандай сабақтар пайдаланылады, сол сабаққа дейін осылай қос белгімен қойып шығасыздар. Одан кейін барып бірінші сабақтың басталу уақытын енгіземіз. Мысалы 8:00-де. Одан кейін бірінші сабақтың аяқталу уақыты 8:40-та. Арасында қоңырау бар болғанмен, мысалы балалардың несі қоңырауы, звонок, онда сіздер осы уақытынсыз екінші сабақтың басталу уақытын қоясыздар. 08:45, мысалы ортада 5 минуттарыңыз бар. Одан кейін сақтау. Қазір. Сақтау. Және жариялау қажет. Міндетті түрде жариялауымыз қажет. Біз оны жарияладық, сосын барып әкімшілік етуге өткен кезде сыныптар тізімі, біз оны сыныптың параметрлерінде өңдеу деп кіреміз. Және мына жерде қоңыраулар кестесі деген жерде оны қоюға, таңдауға болады. Және сабақ кестесін жасаған кезде сол уақыттарда шығып тұрады өздігінше. Келесі сабақ кестесі, яғни уақытлы сабақ кестесі. Әрбір оқу жылын біз бастаған кезімізде ол сабақ кестесі өзгеріп тұрады. Бірінші апта бір түрі, екінші аптадан басқа түрі ол өзгеріп тұрады. Сондықтан сабақ кестесін жасау үшін тест сабақ кестесі біз былай жасаймыз. Сыныптардың барлығын біз ауыстырып шықтық, оның барлығы дайын болды. Енді кестеге өткен кезде мектеп кесте деп кіреміз. Біздің сыныбымызды таңдаймыз. Әрі қарай, егер есептік кезең реттелмеген деп шығатын болса, онда осы сыныптың параметрлерінде анау есептік кезең деген жолда ол таңдалмай қалған деген сөз. Сондықтан 10 сыныптың параметрлеріне өттік, және мына жерде мына есептік кезең ол таңдалмай қалған деген сөз. Біз таңдадық, сақтадық, одан кейін барып қайттан кесте деп кіреміз. 10А, мына сабақ кестеміз ашылды. Бірінші 90 сабақтарды түрлендіргіш деп таңдаймыз. Кестенің жаңа сұлбасы, әріптестер, кестенің сұлбасы дегеніміз, сұлба дегеніміз ол черновик бізде, яғни біз бір сұлбаның бір аптасын толтырамыз да, оны сосын барып барлық апталарға жариялап қоямыз. Сондықтан атауында сізге ыңғайлы, сізге түсінікті атау болу керек. Мысалы, бірінші аптаның кестесі. Сонда сізге өзіңізге түсінікті болады да, мынау тест несі, сабақ кестесі, оны сосын барып мен жарияламаймын. Ол оқу жылының басында қойылатын кесте деп. Жасау. Міне біздің бір аптамыз 11 сабақ, 7 күн, аптаның 7 күні, сенбі, жексенбі, олар қызылмен тұрады, сіздер сабақтарды қоймай қалдыра беріңіздер. Енді біз осылайша плюс деп басамыз, сабақты жасаймыз. Егер көшіру қажет болса, мынау 4 бұрышқа бассаңыздар, керекті күндерге сабақтарыңызды көшіре саласыздар. Аптада 5 рет өтетін сабақтар бар ғой, мысалы, қазақ тілі, математика дегендер, осыларды осылай жасауға болады. Толықтай толтырып шығасыздар, бір аптаны жариялау деп басуларыңыз қажет. Ал енді қараңыздар, оны жариялаған кезде сіздер, мына біздің бірінші 90-ымыз, бірінші қыркүйегіміз жұма күні басталады, бірақ ол күні сабақтар болады ма, болмайды ма, әр мектепте әртүрлі. Сондықтан мен бірінші аптаны және екінші аптаны, осылайша 2 аптаны белгіледім. Барлығын бұлай белгілемеңіздер, әйтпесе сіздер оларды сосын барып жоя алмайсыздар, егер бағалар қойылған болса. Сондықтан міндетті түрде тек қана бірінші немесе екінші аптаны, немесе екеуінде белгілеп қоя саласыздар. Ертең үшінші аптада басқа өзгеру мүмкін сабақ кестесі. Сосын төменге түсіп жариялау деп басуларыңыз қажет. Жарияладыңыздар, журнал ашылды. Сабақ кестесін жасамасаңыздар, журналдың өзі ашылмайды. Сондықтан біз мектеп журналдар 10А, мына алгебра деген пәніміз, осылайша журналымыз пайда болды, ашылды. И уақытша болған соң, мына тек қана қыркүйек айы тұр.
бірақ мұғалімдеріңіз қойып шыға береді бағаларын. Сосын барып сіздер уже тұрақты сабақ кестесін асықпай жасап отыра бересіздер. Енді давайте на русском продублирую, коллеги, информацию. Создание расписания, то есть тестовое расписание уроков. Всегда нужно создавать только на 1, либо же на 2 недели. Почему? Потому что расписание уроков будет меняться. Чтобы это сделать, переходим в образование, расписание. Далее выбираем наш класс. Если вы видите вот такое уведомление, не настроен отчетный период, это значит, что в настройках класса, где строка стоит отчетный период, там ничего не выбрано. Мы выбираем, нажимаем «Сохранить». После того, как мы сохранили, обратно переходим в образование расписания, наш 10 класс, выбираем первую четверть, генератор уроков. Генератор уроков – это такая схема расписания, которую можно будет потом позже опубликовать на всю четверть. Обязательно создаем в названии, то есть что-то понятное для вас должно быть, потому что это нигде выходить не будет. Потом, когда уже расписание будет полностью сформировано, у вас будет 4 генератора уроков. А сейчас вы указываете, например, тестовое расписание. Создать. Далее у вас откроется готовая неделя с ячейками. Так, сейчас. Надя, керемет. Ну, башка, сыртында осындай жилеткалармен ручная работа на жилетінде керемет көрінеді екен. Вот. Мы успешно создали, получается, схему расписания. Теперь мы ее просто заполняем. Там, например, биология, преподаватель, создать. Если нужно скопировать, нажимаете вот на этот квадратик, символ «Скопировать». Простите, с интернетом. Выбираем дни, когда проходит этот урок, то есть ячейки галочками, и нажимаем на кнопку «Копировать». Вот так у нас расписание скопировалось. Теперь, когда вы его будете публиковать, нажимаете на кнопку «Опубликовать», еще раз «Опубликовать». И вот тут, вместо того, чтобы выбрать всю первую четверть, так как у нас расписание теста, вы выбираете первую и вторую неделю. Первую неделю, потому что у нас в пятницу 1 сентября. А потом остальные недели вы только вторую неделю выбираете, остальные недели выбирать не надо, потому что это тестовое расписание. Нажимаем «Опубликовать». Коллеги, запись конференции будет, конечно же, только после конференции и после того, как она загрузится. Это где-то час-полтора после вебинара. Вам отправлена будет ссылка. Вот, то есть мы создали тестовое расписание, 1, 2, получается, неделя. Это вот все делается в начале года, коллеги. Дальше у нас уже откроется журнал, вот 10 В, наша там биология. И вот мы видим то, что только на сентябрь месяц пока есть расписание. Ничего страшного, уроки начнутся, педагоги начнут выставлять оценки. Потом потихоньку со 2 недели вы будете, если будет уже к тому моменту готовое расписание, вы будете уже его добавлять со 2 недели. Вот. Также нужно будет посмотреть в учебных планах, либо же в возможных изменениях, как оценивается предмет. Если по полугодиям, не забудьте поставить вот это значение полугодия, потому что ставить полугодие может только администратор, а педагог не сможет. Поэтому пусть каждый из педагогов скажет вам, как оценивается его предмет раз в четверть, либо раз в полугодие. И вы уже поставите вот этот переключатель. По четвертям он требует оценку каждую четверть, по полугодиям в конце первой четверти он не требует оценку. Вот. Дальше работа с темами, домашними заданиями и КТП. Давайте к КТП перейдем. КТП – это такой базовый инструмент каждого педагога в школе. КТП проверяется, если приезжает проверка, смотрят заполнение КТП. КТП лучше всегда начинать
заполнять как раз-таки с сентября месяца и, например, на всю четверть. Тогда, то есть на весь год не надо, лучше на всю четверть сделать. Для начала мы проверяем, сколько часов у нас в первой четверти. Допустим, у нас там 1 раз в неделю проходит, это сколько недель у нас в первой четверти? 8 недель, да, например, 8 уроков. Если у меня, как у педагога, 8 уроков, я должна знать свои темы, их распределить на эти 8 недель и создать КТП. Что я делаю? Нажимаю «Образование», КТП. Это уже каждому учителю нужно будет сообщить. Выбираем класс, то есть я педагог, я выбираю свой класс, нажимаю «Создать КТП». Может быть, у меня есть готовые КТП, это еще лучше. Педагог. Количество часов я указываю на весь год. Не 8 часов, а 32 часа. Дополнительные поля можно не выбирать. Это они как доп. поля идут. Если кто-то из вас выбирает, это ничего плохого в этом нет. Это тоже хорошо. Сохранить. КТП – это черновик. То есть это тестовый черновик КТП, моего будущего КТП. Далее, если в плане моего обучения есть разделы, например, там русский язык, фонетика, и дальше уже по темы, то я добавляю раздел. Универсальные учебные действия – это действия, которые будут производиться. Это тоже не обязательно. Сохранить. Вот название. Теперь я добавляю 8 тем на мою первую четверть. У меня 8 часов, я добавляю 8 тем. У нас первая тема, допустим, она легкая, только 1 час. Мне сказали, что у меня урок в этом классе будет каждый четверг. Хорошо, я выбираю сентябрь, первая у нас пятница, 7, значит, у меня будет в четверг мой урок. Сохранить. Первая тема добавлена. Тема 2. Тема сложная, 2 часа выделено на прохождение этой темы. Здесь указываю 2 часа. Сразу же 2 даты появились. Каждый четверг, хорошо, 14 и сентябрь 21. То есть даты у меня уже примерные проставлены. Тут ошибок в принципе быть не может. Если поменяют, например, дату, как новое готовое расписание выйдет, хорошо. Я нажимаю на карандаш и вот здесь дату меняю, например, на 19. Сохраняю. Нажимаю «Опубликовать» и распределить по расписанию. Здесь уже выбираю первую четверть. Мы только начали учебный год. И вот я выбираю моя первая тема. Вторая у меня падает на 5 сентября. Почему? Если я поставила 19 сентября планируемую дату. Потому что в расписании я поставила алгебра 1, 4 и 5 сентября. А планируемая дата была 7 сентября, видите? Потом задают вопросы, почему у меня тут даты не совпадают. Потому что нужно сверять их с датами в расписании. Если в расписании и в планируемых датах есть какая-то непонятка, вы лучше уточните у администратора. Может быть, он ваш урок перенес куда-то. Вот тут даты, которые в расписании стоят. А вы запланировали другие даты до этого. Нажимаете «Далее». 3 темы распределить. КТП успешно распределено. Теперь проверим. Вот мои темы. Вот опубликовано. Это педагог. Теперь проверяем. Заходим в журнал 10 А-класса. Календарное планирование. Посмотреть. Вот. То есть у меня 6 уроков в первой четверти. Первые 3 темы уже забиты. Остальные вот здесь бывает, когда пользователи говорят, почему ничего не могу ввести. Оно не сохраняется. Это потому, что КТП у вас опубликовано, а тем не хватает, которые вы внесли. Вот, то есть и потом у вас уже идет распределение по дням, которые есть в расписании. Если идет несовпадение дат, то вам нужно корректировать под расписание уроков. Чтобы внести изменения в КТП, нужно обратно перейти в КТП раздел, выбрать, нажать на свое КТП, сначала снять его с публикации, и потом уже редактировать. Когда приезжает проверка, нужно опубликовать все КТП, и тогда они будут готовы для проверки.
А вручную вы не вносите уже темы, они на всю четверть у вас будут готовы, уже домашние задания просто вносите вручную. То есть вы работаете уже с домашним заданием напрямую. Так. Давайте на казахском языке, да, перейду. Мында әріптестер күтіп отыр қазақ тілінде түсіндіріп өтейін, иә? Ал енді құрметті әріптестер, мынау бастаулықты жойып кетейін қазір. КТЖ бойынша көптеген сұрақтар туындайды біздің әріптестерімізде және жалпы осы мектептерімізде. Басан бастап айтып өтейін, КТЖ дегеніміз бұл күнтізбелік тақырыптық жоспар. Бұл біздің сабақ оқыту бойынша жоспарымыз. Бұл жоспардың ішінде сабақ тақырыптары орнатылады. Және де болашақта тексеру органдары келеді, ДКСО тексереді. Осының және олар тексеріс өткізген кезде міндетті түрде осы КТЖ-ны тексеретін болады. Ал енді КТЖ-ны жасау жолын айтайын. Сіздер өздеріңіздің мұғалімдеріңізге жеткізіңіздер. Жұмыс жасаған кезде КТЖ-мен жұмыс жасау керек. Оны жасау үшін мектеп КТЖ деп өтеміз. Және де әрбір мұғалімге жеткізгеніңіз дұрыс болады. Біріншіден, қанша сағат беріледі, қанша аптаның ішінде бізде өткізіледі. Мысалы, бірінші тоқсанымызда 8 апта болады. Бір аптада қанша сағат? Мысалы, 2 сағат немесе 1 сағат болса, онда 8 сағатымыз болады бірінші тоқсанда. Осы 8 сағатты әрбір сабақ тақырыбын 8 сағатқа бөлу керек біріншіден. Одан кейін сабақтар қай уақытта өтетінін, яғни қай күн өтетінін, соны сұрау керек мұғалім сізден. Немесе сіздер өздеріңіз оларға жеткізесіздер. Мына биология бойынша сабағыңыз әрбір дүйсенбі күні өткізіледі. Мысал ретінде мен айтып жатырмын. Сонда биолог мұғалім ол өзіне түсінікті болады және әрбір дүйсенбіге сол датаға қояды өзінің сабағын. Оны жасау үшін күнтізбелік тақырыптық жоспарлауға кіреміз, сыныбымызды таңдаймыз, әрі қарай КТЖ жасау, пән, мұғалім, сағат саны деген жерде бір тоқсанның сағат саны емес, жалпы бір жылының сағат санын қою керек сіздердің пәндеріңіз бойынша. Аптада бір рет болса 32 деп қояйын мен. Мысалы, мен биология пәнінің мұғалімі болып табыламын. Мен осылай жасаймын. Қосымша өрістер деген жерде таңдамасаңыздар болады, ол міндетті емес. Таңдайтын мұғалімдер бар, олар таңдасын, ол да қате болып саналмайды. Сақтау. Міне бізде бос КТЖ тұр, бос. Ол бастапқыда осылай бос болып тұрады. Енді жасал уақыты барлығы тұрады. Әсем Сейітқалиқызы, бұл біздің мұғалім. Егер сіздердің пәндеріңіз бойынша бөлімдер және тақырыптар бар болса, онда бөлімді қосу дейміз. Бөлімнің атауын жазамыз. Мысалы, микология. Әмбебап оқу әрекеттері, бұл қандай іс-әрекеттер жасалады? Мысалы, практикалық жұмыстар болады, биология пәні бойынша. Қосымша бір жерге барады, мысалы, экскурсияға балалар. Егер керек болса, жазасыздар, керек емес болса, керек емес. Сақтау. Енді біздің бөліміміз бар, бірақ бірде-бір тақырып жоқ. Мен өзім мұғалім болған соң, мен түсініп тұрмын. Менде 8 сағат осы бірінші тоқсанда. Сондықтан мен 8 тақырыпты қосуым керек. Ол үшін тақырыпты қосу және бірінші тақырыптың атауын енгіземін. Оған 1 сағат беріледі. Енді маған әкімшіміз айтты, менің сабақтарым қыркүйек айынан бастап әрбір дүйсенбі күні өткізіледі. Дүйсенбі күні бізде бірінші қыркүйегіміз ол жұма күні, сондықтан мен 4 деп қоямын. Егер маған солай айтса, мен солай уақытша қоямын. Егер бірде-бір өзгерістер болса, міндетті түрде әкімшілер бізге жеткізеді бұл ақпаратты. Сақтау. Бірінші тақырыпты мен қостым, сәтті. 4 қыркүйек деп қойдым. Енді тағы да екінші тақырыпты қосамын. Даусыңыз естілмей кетті. Тақырып 2. Естілмей тұр ма? Жоқ, бәрі естіліп тұр. Естіліп тұр. Енді екінші тақырыпты қосамын, және менің екінші тақырыбым бұл ұзақ тақырып, иә, былайша айтайық. 2 сағат бөлінеді бір тақырыпқа. Мен мұнда тұрған 2 деп қоямын. Ары қарай, мұны менде күнтізбе тұр, календар қоласында 11-і әр дүйсенбі күні деп айтсам, оған 18-і деп қойдым. Сақтадым. Мұны бірінші тақырыпқа 1 сағат, екінші тақырыпқа 2 сағатым бөлінді. Мен даталарды өзім қойдым. Ары қарай, осы даталар сабақ кестедегі даталармен сәйкестендіріледі. Оны тексеру үшін бұл КТЖ-ны жариялауым керек.
жариялау деп басамын. Үлестіру дегеніміз бұл КТЖ-дағы жаңағы даталар сабақ кестесіндегі даталарымен сәйкестендірілуі. Толық жылының орны 1-90 деймін. Әрі қарай. Міне, микология деген бөлімім. Бірінші тақырып 1 қыркүйекке түсіп тұр. Не үшін? Себебі сабақ кестеде админ осылай 1 қыркүйекке қойды биологияны. 4-4 деп тұр. Яғни сабақ кестеде бір күнге 2 сабағым тұр. Солай тұрса енді және сұрақтар пайда болса, әрине мұғалімдеріміз сіздерден сұрайды. Админ ретінде. Бірақ жалпы айтқанда ол бәрі дұрыс болады ғой. Мен өзім тест ретінде қоса бердім ғой. Бірақ нақты мектепте бәрі дұрыс тұрады. Сосын әрі қарай үлестіру. КТЖ кесте бойынша үлестірілді. КТЖ үлестірілгеннен кейін мен оны өңдей алмаймын, жоя алмаймын. Яғни жоюға болады, бірақ ол үшін біріншіден оны жариялаудан алып тастауым керек. Мынау батырма арқылы. Енді қарайын, жоспарланған күні бұл менің қойған күндерім. Маған дүйсенбі деп айтты, мен оны қойдым. Нақты күні дегеніміз бұл сабақ кестесіндегі тұрған даталар, сабақтың даталары. Екеуі сәйкестендірілді және мынау бірінші тақырыбым 1-не түсіп тұр, екінші тақырыбым 4-не түсіп тұр. 11-18-не емес. Себебі сабақ кестеге қарау керек. Одан кейін журналдарға кірген кезде сабағым сәтті өтті. Үй тапсырманы беруім керек. Үй тапсырманы берген уақытта осылайша тұрады күнтізбелік жоспарлауда. Яғни тек қана 3 тақырып бар болған соң, қалған 3 тақырыбым жоқ менде. Жоқ себебі мен өзім КТЖ-да оны қоспадым. Егер мұғалім келіп сіздерден сұрайтын болса, мына жерде неге түк жазылмай тұр, сақталмай тұр деп. Бұл дегеніміз КТЖ бар. Және КТЖ-да сабақ тақырыптардың саны жеткіліксіз деген сөз. Сондықтан мұғалімдеріңізге жеткізу қажет. КТЖ-ға кіріп, жарияудан алып тастап, артық, яғни қосылмай кеткен тақырыпты қосып, қайтадан жариялау керек деп. Ал мұғалім одан кейін ары қарай күн сайын, мысалы сабақ өткізген сайын, үй тапсырмаларды өзі қосып отырады. Мына. Жалпы осы әріптестер сіздердің жасайтын бастапқы іс-әрекеттеріңіз осы. Енді мен тағы да қысқаша айтып өтейін қазір сіздерге. Бізде КМЖ деген функционал пайда болды. КМЖ дегеніміз бұл қысқа мерзімді жоспар деген сөз. Мен жояйын. КТЖ бойынша сұрақ қойып алайық. Қазір әріптес мен қазір айта салайын, одан кейін сұрақтарды қоятын боласыз. Жақындап қалдық. Біздің күнделік KZ сайтымызда қосымша түрде, қазір 10 сыныбы, КМЖ деген функционалдылығы пайда болды. КМЖ дегеніміз бұл күнтізбелік қысқа мерзімді жоспар. Қысқа мерзімді жоспар бұл күндік жаңағы сіздердің жоспарларыңыз. Сіздерде ол файл ретінде сақталуы мүмкін. Егер файл ретінде емес, ссылка ретінде болмаса, онда оны осы күнделік KZ сайтында қосуға болады. Мысалы, бір қысқа мерзімді жоспар тауып көрейік. Қазір әріптес 1 минут мен айтып бола салайын, өтініш. Мысалы ретінде менде қысқа мерзімді жоспарым осы сілтеме арқылы неге Google бұлтты сақтаушыға сақталған. Мен оны мұны КМЖ деген жерге сілтеме арқылы осылай қоса аламын. Және оны қосқаннан кейін осы КМЖ-ның толтыру бойынша арнаулы бір есебін де тексере алсам болады. Ол үшін мектеп есептерге кіремін. Және КМЖ-ға осы сілтеме бар ма, жоқ па, бар жоқтығын есеп арқылы тексере алатын боламын. Бұл жаңа функционалдылық өткен оқу жылының бір соңына қарай ғана пайда болды. Бірақ бұл мұндай талап жоқ оны толтыруға, ол міндетті емес. Бірақ менің айтып өтетінім, мұндай мүмкіндік бар. Яғни сіздер өздеріңіз осы КМЖ-мен жұмыс жасай алатын боласыздар болашақта деген. Мына есептер КМЖ болу мектеп бойынша және мұғалім бойынша көруге, тексеруге болады. Мысалы, біздің мұғаліміміз
Алданыш Айымжан қазір. Орыс тілінде айтып өтейін. Уважаемые коллеги, вот у нас в системе ближе к концу прошлого года появилась функциональная возможность прикреплять КСП. КСП – это краткосрочный план. Добавляется он на странице календарного планирования, если у вас есть ссылка на файл, который находится в облачном хранилище. Ну, я тут просто ссылку скопировала. Вы вот где раздел КСП, можете прикрепить ссылку, и тогда это будет фиксироваться в отчете КСП и на странице урока. Вот здесь вот ссылка на КСП, и будет указана ссылка. Это не обязательно, но я вам сообщаю, чтобы вы знали, что такое есть, чтобы вы могли работать, чтобы всегда было под рукой. КСП рейтинге әсер етпейді. Бұл міндетті емес. Бұл сіздердің жаңағыдай сізге ыңғайлы болсын деп жасалған нәрсе. В принципе, я закончила по началу учебного года, поэтому, коллеги, по очереди, если есть вопросы, задавайте вопросы ваши. Я готова на них ответить. Здравствуйте. Георгиевская школа, Жарминский район. Можно задать вопрос? Меня Конечно. слышно? Да, здравствуйте. Вот знаете, у нас были классы, допустим, вот 2 русских класса, 6А и 6Б. Теперь дети выбыли, и теперь будет 1 класс. Вот как сделать теперь перевод туда? Делайте следующее. Смотрите, если дети выбыли совсем из школы, вы их сначала выбываете, потом, допустим, наш 4 А-класс и вот 4 А-класс, где есть дети, они объединяются и становятся там 5 классом. Я сначала выбыла детей, выбывших оттуда, потом 1 из классов я перевожу в будущий учебный год, как весь класс, там 5 В. Я его перевела в будущий учебный год, он у меня есть. Теперь из другого класса, вот из соседнего класса, я нажимаю на кнопку. Я нажимаю на кнопку «Перевести в 23-24 учебный год», но только здесь указываю ученики выборочно. И далее выбираю, здесь уже, видите, новый класс, и я здесь уже выбираю тот класс, который я до этого перевела из прошлого учебного года в будущий. И тут я выбираю тех детей, которые у меня объединяются в новый класс. Указываю там приказ, тип и так далее, нажимаю «Далее», перевожу. И теперь у меня дети 2 классов сидят в 5 В-классе текущего учебного года. Хорошо, спасибо. И теперь вот смотрите, у нас вот во 2-ю смену учатся 5-е, 6-е классы, у них нет нулевых уроков, и 7-е классы, у них есть нулевые уроки. Поэтому там отдельно вводить для 7-х классов нулевые уроки, да? Все верно. В настройках класса вы включаете нулевые уроки. Расписание звонков можете одно поставить, ничего страшного. Просто вы вот тут сделаете, начинать с нулевого урока, обозначаете время проведения нулевого урока, но в 6 классе отключаете нулевые уроки. Тогда у них вот это время, в принципе, не выйдет. Хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Вот посмотрите, трудовое обучение, оно, допустим, в 5-х, 6-х классах 2 часа, а 7-е, 8-е, 9-е 1 час. А в расписании, допустим, мы пишем просто трудовое обучение, или как-то его разделить надо, чтобы там потом поставить полугодие и четверть. Ой, полугодие, да, и по четвертям. Вид оценивания сейчас не отмечается в настройках самого предмета, тут такого нет уже. Сейчас вы заходите напрямую в журнал и прям вот здесь отмечаете по четвертям или по полугодиям. Поэтому если вы в расписании указали 1 предмет и в 6-х, и в 7-х классах, когда как в 7 классе по полугодиям, просто заходите в 7 класс, нажимаете на полугодие, а в 6 классе нажимаете на четверти. Даже если предмет один, оцениванием будет разное в разных классах. Поэтому предмет не помеха. В прошлом году у нас не получилось так сделать. Вы не обращались к нам в поддержку, потому что это уже 2-й год так работает. Знаете, я звонила там, какой номер мне дали, но все время говорили куда-то перезвонить, так мы не смогли дозвониться.
Ну, смотрите, вот это, в принципе, работает вот так вот. Если же оно так работать не будет, то вы можете написать нам, позвонить нам. Смотрите, коллеги, вот это для всех информация. В администрировании школы вот здесь есть чат поддержки. Если у вас есть вопросы, можете писать сюда. Хорошо? Если Хорошо, будут спасибо вопросы. большое. Спасибо большое. Я сәлеметсіз бе? Үйдегі оқыту биыл бізде жаңадан бір оқушы келіп отыр да, үйде оқитын бала. Соны қалай енгіземіз күнделікке? Үйде оқитын баланың сабақ кестесі бірдей болғанымен оқу жоспары басқаша ма? Бағалау бойынша әртүрлі бар ма? Бірінші классқа келіп отыр. Бірінші класса Бірінші классқа келіп отыр, 3 айда үйде оқиды екен, 3 ай бойы. Одан кейін қайтадан обычный классқа келеді дейді. Все болды. Бізде бірінші сыныптарда бағалау түрі жаңағыдай жоқ қой. Сондықтан сіздер қалай жасауларыңыз қажет. Қараңыздар. Мысалы, 5 сыныбымызда бізде үйде оқитын баламыз отыр. Оқу топтары деп басасыз, топты құру. Одан кейін бөлу әдісі қолмен деп таңдайсыздар. Үйде оқитын баланы бір белгілеп, үйден оқыту деп қоясыздар. Үйден оқыту тобын. Ал қалған сыныптың үлестірілмеген бөлігі қалған балаларды негізгі тобы деп қоясыздар. 2 топ жасап болғаннан кейін біз сабақ кестеге кіреміз. Қазір. Кестеге кіреміз, сабақты түрлендіргіш. Сосын мына жерде әрбір сабақты қосқан кезде жалпы сыныптың сіздер сабақтарын жалпы сынып деп емес, негізгі топ деп таңдайсыздар. Және мысалы үйде оқитын балада алгебра деген, үйде оқитын балада емес, жалпы сыныпта алгебра деген пәні өткізіледі. Сол уақытта біз негізгі деп қойып, алгебра деп жасаймыз. Ал үйде оқитын балада ода мысалы кешкісін мұғалім оның үйіне барып оқытады, жалпы негізгі сабақтар өткізілгеннен кейін. Онда сіздер мұны 8-ші, 7-ші сабақтан бастап, кім қатысады деген жерде үйден оқыту, сосын оның биологиясын, мұғалімін жасап қоясыздар. Яғни сабақ кестесін жасаған кезде сабақ кестесінің бір бөлігі бұл негізгі топ болады, жалпы балаларыңыз. Ал астында 8-9 сабақтан бастап үйде оқитын баланың сабақтарын қосасыздар. Барлығын қосып шыққаннан кейін сізде 2 журнал пайда болады. Қазір мен оны жариялайын. 5В журнал. Мына алгебра пәні бойынша негізгі деп қоятын болсақ, мына негізгі топта біздің жалпы балаларымыз отыр. Жалпы сынып деп басқан кезде Абдолла Айша, яғни үйде оқитын бала, ол жоқ. Сіздер оған бағаны да қоя алмайсыздар. Тек қана негізгі топ шеңберінде сабақтар беріледі. Ал биология бұл үйде оқитын балада, мынау балалар қатысып отырған жоқ, тек қана үйде оқитын балада бар. Және мұғалім осылайша толтырып отырады. Сіздер осы 2 бөлікке сыныпты бөлесіздер және бір сабақ кестесін жасайсыздар. Журналдың өзі де 2 бөлікке бөлінетін болады. Келесі сұрақ. Можно вопрос? Да. Вот смотрите, вот вы говорите, надо перевести всех до 1 августа. Вот если, например, вот у нас как бы не получилось до 1 августа перевести, вот те дети, которые до 1 августа забрали, мы их переводим, как вот, например, 9 класс, вот они в 9 учились, 9 класса переводим, а которые сейчас дети забирают документы, их уже с 10 переводим, да? Ну, вообще это делать не рекомендуется, то есть выпускать их уже из 10 класса, потому что в талоне о выбытии будет указан 10 класс. Вы просто, когда их выбываете, этих детей, вы выбываете их 31 июля, но при этом дату, получается, в приказе вы указываете вот уже после августа или, например, сентябрь месяц. Там с датами как бы не проблема. Давайте я сейчас покажу. Вот у нас на тестовой школе, например, мне нужно выбыть ученика. Сейчас август месяц, хотя по факту приказ вышел вот сегодня о выбытии, но выбыть его вам нужно из 1 Б класса, а не из 2 Б класса. Вы заходите, нажимаете «Выпустить, исключить из школы», действительный,
здесь дату окончания членства указываете 31 июля, а вот здесь дату вы указываете уже 28 августа 2023 года. Если будет проверка, либо если будет проверяться информация по движению, то вот эта дата будет везде выходить, которую вы указали по приказу. Ага, спасибо. Еще вопросы? Сұрақ қойсам бола ма? Жаңағы жоспарлы күн мен нақты күн деп айттыңыз ғой. Екеуі бірдей болу керек па, әлде әртүрлі болып тұра бере ма? Нақты күнге қараймыз ба? Қайсына қарауымыз керек? Нақты күнге қарау керек, міндетті түрде, яғни сабақ кестеде қандай күндер тұр, сол күндерге қарауыңыз керек. Олардың сәйкес, яғни Сонда бірдей... жоспарлы күнді дейміз, я, нақты күнге. Я жоспарлаған күн нақты күнмен бірдей жаңадай бір-біріне жақын болу керек, бірақ нақты бірдей болу керек деген ондай талап жоқ. Ең бастысы бұл КТЖ-дағы сабақтардың саны 8 сабақ болса, бірінші тоқсанда 8 тақырыбыңыз болу керек. 9 болып кетсе, онда уже не болады, разница болып кетеді сізде. Аха, жақсы түсінікті. Кәрімна, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге сұрағым бар. Үй тапсырмасын орындаған кезде минут отырып қойғанбыз, сол минут қою міндетті ме, қоямыз ба минут? Тек қана бастауыш сыныптарға мұндай талап бар, ал 5 пен 11 аралығында мұндай талап жоқ. 1 мен 5, яғни бастауыш сыныптарда талап бар. Қазір мен сізге көрсетейін, бұл ондай бұйрық бар даже. Қазір бұйрықты көрсетейін сізге, әріптестер. Күнделік KZ сайтында помощь деп басасыздар. Одан кейін қазақша айтайын, орында уақыты, өте орында уақыты. Мұны үй тапсырмасын орында уақытын қалай көрсетуге болады деген жерде, мына жерде мұны астына мұны приказ тұр. И уже инструкциясы тұр. Сол жерден алып аласыздар. Бастауыш сыныптар үй тапсырмасына минут қояды, 5 пен 11-ге қажет емес, иә? Біздің ақпаратымыз бойынша бізде сондай ақпарат белгілі болған, және барлық мектептер, барлық қазақстанда осы талап бар. И осы бұйрықта да көруге болады оны. Аха, рахмет, көп рахмет. Мен сұрағым. Сабақ кестесін бір жылға жариялау керек па? Қыркүйек айында? Жоқ, қараңыз. Қыркүйек айында бірінші аптаны бір рет жариялайсыздар. Бір аптаға ғана, 1-2 аптаға ғана. Себебі ол, мысал, сабақ кестесі болады ғой, тест кестесі болады. Сосын барып 1.90-ға жариялайсыздар. Одан кейін бірінші 90 аяқталғаннан кейін барып, екінші 90-ды біртіндеп жариялап тұрасыздар. Сондықтан 1.90 өтті, келесі 90 жариялайсыздар. Сол 90 өтіп кетті, сосын келесі 90 жариялайсыздар. Bir жылға жариялаудың қажеттілігі жоқ. Біртіндеп жасаңыздар барлығын. Сәлеметсіз бе? Тәрбие сағаттарын кестеге қалай қоямыз? Жақсы. Тәрбие сағатын кестеге қоюға міндетті бар. Осы уақытқа дейін қойған жоқпыз. Егер ол мұндай жалпы айтқанда мұндай талап жоқ, тәрбие сағатын қосам десеңіздер, сіздер оны КББ-ның ішіне қосаңыздар болады. Егер негізгі кестеге қосуды талап етілсе, онда жаңа пәнді жасайсыздар. Жаңа пәннің ішіне тәрбие сағаты деп қоясыздар. Жоқ, оны аламыз. КББ дегенге қалай қосады, соны көрсетіңізші. КББ-ға ма? Мұнда бұл мектепте КББ жоқ болып тұр да, қазір. Бір мен күте тұрыңыздар, иә, әріптес? Сәлеметсіз, осы жерде мен де сұрақ қойып кетейінші осы жерден. Қазір 1 минут. Сәлеметсіз бе? Қазір 1 минут, әріптестер, қазір 1 минут. Ютубта бар ғой КББ қосу. Иә, КББ бар ғой. Көрініп тұрғы ма экраным? Міндеттіміз ба? Әріптестер міндеттіміз ба КББ-ға қосуға? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр, иә? Мұны мен КББ-ға өттім. Әкімшілік ету, мұны қараңыздар, мектеп дегеннің қасында КББ деп тұрады сіздерде. Одан кейін әкімшілік етуге өтесіздер. Сосын пәндер деген жерде пәнді қосу деп басуларыңыз қажет. И мына жерде тәрбие сағаты. Қостым, мына жер басқа, жасау. Оқу топтарды мен жаңа оқу жылына мысалы ретінде ауыстырып шықтым, және де биыл өтетін болсам, менің осылайша топтарым бар.
әрі қарай топшаның сабақ кестесіне өтемін. Кесте міне осылайша ашылады, керамика деп. Мен қыркүйек айына плюсты басымда менде тұрған тәрбие сағаты, мұғалім, кабинет керек болса, и сабақтың өтетін уақытын қойып жасадым. Оны жасап болғаннан кейін, ары қарай мен оны жарияласам болады қазір. Міне қосылды. Көшіру деп басамын да, и қай уақытқа дейін 1-90-ның соңына дейін деп қоя салайын. Міне желтоқсанның былай қоя берейін, қойып кете берейін. Міне ол жарияланды. И керек болса, осылайша көшіріп, 2-ші аптаға, 3-ші аптаға деп көшіріп тастаймын. Сосын қолдану, менің тәрбие сағатым әрбір жұма сайын жарияланып КББ-ға қосылды. Яғни мен осы жол арқылы оны негізгі мектепке қоспайтын боламын деген сөз. Болдым, айтып болдым. Сұрақтар, әріптестер? КТП жағынан Менде КББ деген нәрсе жоқ екен. Мен күнделікті КББ деген нәрсе жоқ. Кешіріңіз, менде мынандай сұрақ бар еді. КТП-ға сіз бағана 2 сағат деп жасадыңыз ғой, мысалы. 25-6 деп ше. Сонда бізге мына жерде жоспарланған сағат өзі аптасына 8 сағат болды. Жоспарланған күн уже 2 сағатқа кіргендіктен 7 сағат болады. Берілгені 8 сағат. Сонда бағдарламаның орындалуы бізде 100 шықпай қалады. Сол жері қалай болады екен? Біз 100 шығару үшін жаңағы жеке-жеке қойып отырамыз. Мысалы 7-сін, 8-ін 2 сағат болса да 2 күнге бөлеміз. Содан кейін жоспарланғаны 8 сағат, берілген 8 сағат болады да, бағдарламаның орындалуы 100-ге шығады. Ал ана жерде және сағат кір кеткендіктен 100-ге шықпай қалады. Бұл жер қалай? Дұрыс айтып жатсыз. КТЖ-ны жасаған уақытта, егер сіздер әріптестер өтініш, мен айтып бола салайын, қараңыздар. Егер мен осылайша екі тақырыпты, яғни бір тақырыпқа 2 бөлек күн, 2-3 сағатты қойып өтсем, және екінші датасы басқа 90-ның датасына қатысты болса, онда сіз өзіңізде дұрыс айтып тұрсыз, сағат саны шықпай қалады есепте. Сондықтан, егер бір тақырып, 2.90-да бір тақырып бірдей болса, сіздер оны бөлік қосуларыңыз қажет, ол міндетті түрде, әйтпесе есеп шықпай қалады. Егер ол бір 90-ның шеңберінде болса, мысалы бір атаумен 2 сағат, онда бірге жасай берсеңіздер болады. Ол енді КТЖ-ның логикасы сондай. Сондықтан сор болса, онда 4-ке бөліп қоса беріңіздер. Содан кейін тағы осы жерде жаңағы надамуды айттық қой, біз үйде оқитын оқушы. Сонда бір сыныпта 2 надаму болса, жаңағы 7-8 сабақтарға бір надамудың расписаниесін жасайсың да, келесі 11-12 деп кетеді, уже ары қарай 12 тақырып қой, өзі 12 граф ана жерде. Қалған нелерін қалай кірістірсе болады? Расписаниялар сыймай қалды. Жоқ. Сіздер онда бір уақыт, мысалы, мынау негізгі біздің сыныбымыз, үйде оқитын 2 балаңыз бар, екеуіне де 2 группа жасайсыздар, мысалы, 2 бөлек оқу тобы. Потом мына жерде плюс дейсіздер да, и 3-ші группаны қосасыздар да, биология емес, география дейсіздер да, создать дейсіз. Сонда 8-ші сабаққа 2 үйде оқитын баланың 2 бөлек сабақтары өткізіледі деген сөз, бірақ бір уақытта. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Кейін сұрағым бар. Қалай болады мереке? Мереке күндеріне Ана бағдарламаның орындалуы бойынша бір сұрақ қояйын деп едім. Тақырып саны мен сағат саны жаңағы алдындағы сол бірдей болу керек пе міндетті түрде? Мысалы, сағат нені тақырып саны бірдей болу. Жоспарланған күні және нақты күнімен бірдей емес болуы мүмкін, ол қате емес. Бірақ сағат және тақырып саны бірдей болу керек міндетті түрде. 10 болса, ана жерде де 10 болу керек міндетті түрде. Даталар әртүрлі болса да. Осы бойынша сұрақ қояйыншы мен. Егер 90-да мереке күні болса, онда жаңағы саны шықпай қалады ғой. Жаңағы сағат саны шынымен де шықпай қалады. Бірақ қараңыздар, әріптестер, мерекелік күнге түсіп жатқан сабақтарыңыз бар болса, онда сіздер келесі күні немесе одан алдындағы күні 2 тақырыпты өтесіздер. Бұл АНХ-ға сәйкес, әдістемелік нұсқауқатқа сәйкес. Сондықтан сабақ кестесінде де, мысалы, жалпы жоспар бойынша сізде 7-8 сабақ, бірақ 7 сабақ болып қалды мерекелік күннің кесірінен. Онда сіздер КТЖ-ға кіріп, сол 8-ші сабақты жоясыздар, оның тақырыбын жақын тұрған тақырыпқа қосып,
жеті тақырып ретінде келтіресіздер, 7 тақырыпқа келтіресіздер. Сабақ кеседе де 7 тақырып тұрады, КТЖ-да да 7 тақырып тұрады. Бірақ соңғы тақырыбында мысалы 7 және 8 тақырыпты қосып жасайсыздар. Және есепке кірген кезде бағдарламаның орындалуы сол жерде 100 болып қалып кете береді. Одан төмен болып қалмайды. Сонда бір күнде топ арқылы 2 тақырып жазатын ғой. Иә. Міне мен қазір қысқаша көрсетейін. Мысалы бізде екінші тақырыбымыз, мысалы бірінші тақырыбымыз, екінші тақырып өтпей қалды, оны бірмен бірге өткіземіз. Запятая дейсіздер да мына жерде ше. Сосын тақырып 2 дейсіздер. Міне 1 сағат 2 тақырып. Мынау екінші тақырыптың сабақ кестесінде ол жойылды, отмена жасалды. Себебі мерекелік күн. Міне осылай қосып, онда сіздердің сағат саныңыз аз болады да, бірақ бірдей болады кестемен бірге есептеген кезде. Кешіріңіз, содан кейін мысал үшін 90-ның ағысында орта жолдан баланың денсаулығына байланысты үйден оқу шешіледі. Сол кезде жаңағы қосымша жаңағы расписаниясын бұйрық бойынша 90-ның ортасында болса да кіргізе бере ме? Ол баланың, үйде оқитын баланың расписаниясын. Егер бұйрыққа сәйкес оқушы үйде оқитын оқушы ретінде үйге шықса, онда міндетті түрде сол күннен бастап қоясыздар. Басқа келесі 90-нан бастап емес. Кешіріңіз, менен тағы мынандай сұрақ бар. Телефоныңызды алуға бола ма? Бізге осындай сұрақтар көп болады. Сіздің телефоныңызды алсақ бола ма? Енді тек қана күнделік бойынша ғой, мазаламаймыз. Чатқа жазып жіберіңіз. Чатқа жазсаңыздар болады, құрметті әріптес. Қазір біз өзімізде чатпен отырып, қазір мен вебинарды өткізіп болған соң, өзімде чатқа отырамын. Сондықтан чатқа жазып отыра беріңіздер, біз сұрақтарға жауап беріп отырамыз сіздерге. Менде тағы мынандай сұрақ бар, осы үйде оқыту бар ғой, үйде оқыту. Иә. Содан кейін ол кей диагноздарына байланысты жаңағы БЖБ-лар алынбайды. Иә? Бірақ олар сигналдың ішінде отырғандықтан, ана сыныпқа, негізгі сыныпқа біз бал қоямыз ғой, максимальный бал, мысалы 10 деп ше. Ол автоматом жаңағы үйде оқитын оқушыға да шығады. А оны қоймасақ, жаңағы қорытынды балға шықпайды. Иә, дұрыс айтып жатсыз, әріптес, бұл сұрағыңыз өте орынды. Мына қараңыздар. Бізде алгебра пәні негізгі біздің балаларымыз, негізгі сыныпта отыратын балаларымыз соч балын алып отыр, тапсырып отыр. Бірақ үйде оқитын баламыз, мынау үйде оқитын баламыз, қалған балалар, олар сочты алып, нәтижелерді алып отыр. Мынау бала алгебра пәні бойынша тапсыра алмады өзінің бір себебімен, ауру себебімен. Мұндай жағдайда сіздер мына жерді бос қалдырасыздар, ештеңе толтырмайсыздар, бірақ выставленная оценка қойылған баға деген жерге өзінің тиісті бағасын қоясыздар. Бала қосымша тестті тапсырады ма, немесе бір үй жұмысын орындайды ма, оның диагнозына сәйкес бір нәрсені тапсыра алса, егер ол, онда бағаны қоясыздар. Егер ол тапсыра алмаса, освобождение бар болса, онда ОСВ деген, яғни босатылған деген белгіні қоюларыңыз қажет. Сонда 90-ның соңында отчетты сіздер құрастырасыздар ғой, сол кезде балада 4-5 деп тұрады да, мына жерде бос деп тұрады. Рахмет. Надан баланы жалпы сыныпқа алып келіп отырсыздар ғой. Енді БЖБ мен ТЖБ-да балды разница болады ғой. Надан баланы төмендетіп алады бізде пән мұғалімдеріміз. Сонда ана жерге БЖБ, ТЖБ балын қалайынан қояды? Ол да үлкен мәселе. Егер бір пән, мысалы биология, ал балы екеуі екі түрлі. Мұнда жағда сіздер екі пән жасайсыздар, екі бөлік пән. Біріншісі биология негізгі, нек деп жазуға болады. Екіншісі биология үйден оқыту. Екеуінің сабақ кестесі екі түрлі болғандықтан, екі оқу тобы болады ғой. Мына балаға биология үйден оқыту деп қосасыздар да, и оның балын өздігінше, өзіне жеке балын қойып шығасыздар. Табелін шығарған кезде биология үйден оқыту тұрады да, бірақ мына жерде единое название справочника предметов деп қойсаңыздар, және биология деп қойсаңыз, табелде қарапайым биология деп тұрады. Мынау қысқаша атау, бұл сізге арналған қысқаша атау. Баланы негізі бөлек журналға бөлек шығарып қоюға болады ма? Солайдан жеңіл болатын сияқты. Жалпы айтқанда әріптес, бөлек тұрады, пәні де бөлек өзімен тұра береді.
Оның мысалы уақыты да бөлек болады. Надамы бала 15-20 минутқа дейін оқитын балалар бар бізде. Ал 45 минуттың күнделігіне біз ана жалпы пәнмен бірге қоя алмаймыз 40 минутпен. Қараңыз, бұндай жағдайда оны да жасауға болады, бөлек сыныпты ашып, мысалы баланы бөлек сыныпқа кіргізіп. Бірақ алдын ала ескерте салайын, класс комплект деген бар, әрбір мектепте, яғни класстардың саны нақты бір сан болу керек. Сондықтан егер тексеріс келіп оны көріп қалса, бір замечание береді сіздерге. Ондай замечание болсын болмасын десеңіздер, өздеріңіз енді жақсы білесіздер, бірақ жалпы айтқанда осы бөлек жасауға да болады. Бірақ сіздерге замечание ертең айтуы мүмкін класс комплект бойынша. Бұл сіздердің шешіміңіз ғой. Одан кейін бір сұрағым, ана қосымша білім беру бар ғой, сол үйірме секция жұмыстары күнделікті кезекке кіру міндетті ме? Міндетті, иә. Міндетті, иә. Мектептің шеңберінде өткізілген барлық факультатив және үйірмелер КББ деген бөлімге міндетті түрде қосылады. Жақсы, рахмет. Спорт секцияларында соған қосу керек па? Ол енді спорт секциясы жеке бағаланбайды ғой. Мәселе бағалауда емес, мәселе мектептің ішінде бала бар болса және оның өзінің бөлек жеке кестесі бар болса, онда оны қосу қажет. Не үшін? Себебі баланы қайда екендігін ата-ана және мектептің өзі білу керек. Бала мектепте болса, мектеп оған жауапты ғой. Сондықтан сіздер оны топ ретінде жинап, ішіне балаларды отырғызып қойсаңыздар болады. Бірақ енді сіздердің білім бөлімдеріңіз жеке бір тапсырма берсе, қоспай қойыңыздар деген, әрине сіздер қоспайсыздар. КББ жоқ болса, КББ-ны қалай қосады? Вкладка жоқ менде. Қосу үшін қараңыздар. Мынау мектеп парақшасы, әкімшілік ету, мына доп образование, дополнительное образование, қосымша білім беру, жасау дейсіздер. Жасау деген кезде назар аударыңыз, бұл әрекет қайтарылмайды, КББ деген жол пайда болады деген. Және әрі қарай жасауды бастасыздар. И бұл, мысалы, мынау мектепті сіздер қалай жасаған едіңіз, тура солай болады. Мен қазір оны жасай алмаймын, бірақ сіздерге, давайте мен чатқа видео жіберейін. Сол видеода бәрі КББ туралы бүкіл нелер айтқан, бұл да вебинар. Қазір 1 минут. Ол орыс тілінде. Тұрыңызшы, әріптестер. Пока сұрақтарыңызды қоярыңыздар ары қарай. Мен тауып қазір жіберем сізге. Сәлеметсіз бе, Али Асқаровна, сұрағым бар еді. Иә. Ана күнделікте пәндер тізбесі бар ғой, сол жерде бізде артық пәндердің атаулары көп жазылып кеткен. Соны жояйық десек, жойылмайды. Қалай жоюға болады? Оны архивке жібереді ғой. Архивке жібергеннің өзінде де артық атаулар шыға береді бізде. Қараңыз, егер сіздер бұл пәндерді жоятын болсаңыздар, онда онымен байланысқан барлық бағаларда жойылып кетуі мүмкін. Сіздер оны қалдыра беріңіздер. Архив деп жанына жазсаңыздар болады. Мысалы, ана тілі и потом жаңа архив деп жазып қойыңыздар онда. И сосын оның өзін мұратқа да ауыстыра салыңыздар. Қайта қалдырғандарыңыз дұрыс болады осы пәнді. Әйтпесе біз оны жойып беретін болсақ, ол бағалармен бірге бәрі кетіп қалады. Күн өткен оқу жылында ол пайдаланған шығар. Жақсы, рахмет, түсінікті. Мен жіберіп жатырмын, әріптестер, сілтемелерді. Екі тілде, екі түрлі вебинар өткізілетін бізде. И видеоларын жіберіп жатырмын сізге. Соны сақтап алыңыздар өздеріңізге. Бұл КББ жасау, КББ-да кесте жасау, топ жасау, бәрі тұрады осы жерде. Бағана сіз тағы да айттыңыз ғой, КТЖ-да мына жоспар толтыру жерде КМЖ-ның жаңағы сілтемесін не өзін жүктеуге болады деп ше. Ол жер ана КТП-ны жарияламай тұрған кезде тұрады да, КТП-ны жариялап тастағаннан кейін ол жаңа КМЖ-ны жүктеу жоғалып кетеді ғой. Ал есептің ішінде бәрібір тұра ма? Сонда біз КТП-ны жарияламай тұрып жаңа ғана көшіріп алу керек па? Жоқ. Егер КТЖ сіздердің журналдарыңызда жарияланған болса, және де сізге КМЖ-ны да енгізу қажет болса, бұл өкінішке орай әзірге техникалық қате болғанмен, осы жол, осы жазба пока что шықпай тұр. Сіздер былай жасайсыздар. КМЖ-ның файлын енгізу үшін сабақ парақшасына өтсеңіз болады. Мысалы, менде КТЖ болғанымен, мына жерде
қмж-ға сілтеме деген, сілтемені бекіту деген өзі былай ашық тұра береді. Яғни сіздер құс белгісін қоясыздар ғой, сабақ өткізілді деген, тура сол уақытта сілтемені бекітсеңіздер де болады. Неде мына жерде қмж деген ол пока шықпайды. Біз оны жөндейміз осы келесі апталарда. Бұл техникалық қате. Сәлеметсіз бе? Сұрақ қойсам бола ма? Иә, сәлеметсіз бе? 5 минутымыз қалды, әріптестер, қойып алыңыздар. Тыңдап тұрмын, екінші Үйде сұрақ. оқу бойынша түсінбедім мына жерде. Үйде оқитын ақыл ой кемістігіне байланысты орташа бір оқушы бар. Енді ол сонда ана сыныптың тізімінде болу керек пе? Жоғарыда жеке топ ретінде қойылуы керек пе? Күнделікте. Сыныптың тізімінде тұрады, ал сыныптың өзі топқа бөлінеді, и топқа бөлінген кезде оның ішінде бөлек-бөлек балалар саны тұрады. Мысалы, класста 9 бала, бірақ негізгі топта 8 бала, үйден оқытуда 1 бала. Жалпы бірақ сыныпта 9 бала. Сыныпта 9 бала. Рахмет. Сәлеметсіз бе? 0-ші және 1-ші сыныптар бойынша қайтадан сынып жібересіз ба? Оларды қалай келесі жылға көшіру немесе формировать ету керек? Кешіріңіз, мен басында айтып өттім ғой оны. Қазір әріптестер көзекті сұрақтарын қойсын, ал сіз видеодан қарай саласыздар. Видеосын береміз. Мен басында айтқан едім осының барлығын. Жақсы, рахмет. Видео білім бөлімдеріне барады, Иә, жібереміз. Дайын болсын, мен біріншіден жіберемін мамандарға, сосын барып олар сізге таратады өздері. Сұрақ қойсам бола ма, кешіңдер? Иә. Жаңа ғана тәрбие сағатын айтып отырсыздар ғой, қосымша білім беруге қою керек деп. Ол соған қою міндетті ме, жоқ әлде расписание тұрса, кәдімгі кезекті кестеге қоя беру керек пе? КББ-ға сіздер үйірме және факультативті енгізесіздер. Егер сіздердің мектептеріңізде үйірме және факультативтер бар болса, онда КББ-ны жасау міндетті түрде қажет. Иә, КББ бар біздің немеде, бірақ тәрбие сағаты бар ғой жаңағы. Соны КББ-ға қою міндетті ме, жоқ әлде сабақ кестесіне қою керек пе деген ғой сұрағы. Оны КББ-ға қосасыздар. Бізде сабақ кестесіне де қойылып кетеді. Иә, кестеде тұрады да негізі кестеде. Соған қойып жүрдік біз. Сабақ кестесіне қойып садық қой, соны КББ-ға апарайық па? Егер сіздер нақты кестесіне қоюға болмайды. Тупта 34 сағат берілсе, сол пәндер ғана тұру керек кестеде. Деп айтты маған департамент. Ол туп тегін жасалған жоқ деді. Онда каждый пән неше сағат деген көрініп тұр, соған да кестеде тұру керек деді. Тупта тәрбие сағаты жоқ деді. Сол үшін КББ-ға, наверное, қоямын. Вариатив сабақтарды қоя береміз ба? Негізгі сабақтардың соңына? Ол топта тұр ғой енді. Вариатив сабақтарды қалай қояды? Вариатив сабақ ол тупта тұр. Инвариатив және неме деп тұр ғой, таңдау деп. Сондықтан ол тупта тұрғандықтан кестеде тұрады ол. Ол сағат санына кіреді, ол оплачиваемый ғой. Ол тұрады тупта. Тупта тұрғандықтан кестеде тұрады. Вариатив сабақты. Кестеге қоясыз, вариатив сабақ кестеде тұрады. Иә, тек тәрбие сағатын Тәрбие сағаты мен үйірмелерді КББ-ға жасайсыздар ғой. Жақсы. Алияс Карына, сосын кейін осы 25 тамыздан менде 5 класста бір оқушы кетіп отыр. Соны кету 1 тамызға дейін дедіңіз ғой, оның числосын қалай қоямыз? Түсінбей қалдым. Кету күнін 31 шілде дейсіздер да, бірақ бүйректің күнін 5 тамыз деп қоясыздар. Неге 5 тамыз? 25 тамызда кетіп отыр? 25 тамыз. 25 тамыз. Жақсы, түсінікті, рахмет. Кешіріңіз, осы сұрақтың жалғасы бойынша айтшы. Бүгін мысалы біз бүкіл сыныптарды сөйтіп оқушыларды шығарып тастаймыз. Жаңа оқу жылына ауыстырып аламыз. Одан кейін 31 кеткен баланы не істейміз? Онда біз шілдемен шығару керек пе? Әлде тамызбен шығарамыз. Ол жаңа оқу жылында кетіп қалды. Кейбір кездерде 30-31 кететін балалар бар. Әлі 29 бар деген сияқты. Әлде 31-не дейін тосу керек.
Қараңыздар, әріптес, егер сіздер сыныптарыңызды жаңа оқу жылына әлі ауыстырмаған болсаңыздар, онда барлық балаларды, шығатын балаларды 31 шілдемен шығарасыздар, бірақ оны шығарған кезде сол датамен бұйрықтың күнін, нақты күнді қойып кете бересіздер. Тамыз болса тамыз, 25-і болса 25-і деп өзіңіз нақты датаны қойған кезде сол нақты датамен тұрады ол. Ал шығару күнін, яғни оқуды бітіру күні 31 шілде деп қоясыздар. Сол кезде бәрі дұрыс шығады. Сосын барып класты ауыстыра бересіздер. Ал жаңа оқу жылына барлық сыныптарды ауыстырып тастаған кезде кеткен оқушылар болса ше, онда ол сол күнмен шығара береміз ба? Онда сол күнмен тамыз айымен шығарып кете бересіздер, бірақ шыққан кезде олар жаңа сыныптан шығатын болады. Вообще осы алдында айтылып еді ғой, жаңа оқу жылына 1 тамызға дейін көшіріп тастайсыңдар деп. Мен жаңағыдай бәрін көшіріп тастағам. Енді ана нулевойларды жаңағыдай сіз көрсеткендей шықпай қалды. Оларды не істеуге болады? Шықпай қалып болғанда, онда сіздер оны 1 сынып ретінде жаңа оқу жылына ауыстырған шығарсыздар, иә? Иә. Онда сіздер тамыз айымен шығара беріңіздер, бірақ олар 1 класстан шығатын болады документ бойынша. Жақсы. Жақсы, әріптестер, онда біздің вебинарымыз аяқталуда. Барлық сұрақтарыңызға жауап бердім деп үміттенемін. Өте қуанышты болдым сіздер үшін өткізгеніме. Егер басқа да сұрақтары бар болса, қазір мен сөз бергенше Асима Аскарбаевнаға бізде чат бар, сол чатқа жазыңыздар, сұрақтарыңыз бар болса, айтып тұрыңыздар, көмек береміз сіздерге күнделік KZ сайты бойынша. Ал мен енді сіздермен қоштасайын. Жаңа оқу жылы сіздерде сәтті өтсін, барлық жақсы нәрселер сіздерге тілеймін. Сау болыңыздар. Ал енді сөз Асима Аскарбаевнаға. Алия Асқарына рахмет сізге. Көп жақсы пайдалы нәрсе. Сұрақтарға жауап бердіңіз. Рахмет. Жақсы, онда шыға берсеңіздер болады, әріптестер, біз аяқтадық. Алия Аскаровна, вы областной, да, сидите, или же у нас в городском чате? Я ни там не сижу. Я вообще в Кунделике работаю и только в поддержке. Меня в чатах нет. Я говорю про чат вот этот вот, в Кунделике, вот этот чат. Я про него говорю сейчас. Можно к вам лично обратиться? Мне здесь напортачило. Вы вот сюда в чат, пожалуйста, напишите. Пишите в службу поддержки. Сәлеметсіздер ме, кешіріңіздер, запись жіберіле ме? Білім бөлімдеріне. Иә, запись жібереміз. Группадарға. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.